Асеке, тендерде ақшаны өте жақсы табу үшін минусқа кетпей, черный списокқа кетпей қалай істесек болады деген сұрақтар маған өте көп келеді. Оның айналасында мынандай да сұрақтар болады. Жеткізу уақыты 15 күн, Қытайдан келетін уақыт 1 ай, 20 күн. Сонда қалай жеткізіп береміз, біз әкелген кезде товарды алмай қояды деген сияқты. Бүгін осы сұрақтардың барлығына бір-ақ жауап беретін боламын. Кеттік. Бұны мен екі категорияға бөлемін. Бірінші категориясы ол 15 күннің ішінде жеткізілетін тауарлар, яғни қысқа уақытта жеткізілетін тауарлар. Бұл қысқа уақытта жеткізілетін тауарлардың тендерлері өте көп. Оның көбісі негізі госзакуп порталында, Самұрықта да бар, 10 күндіктен жаңағыдай жеткізетін уақыты бар, тендерлер бар. Ондай қысқа уақытта жеткізетін тауарларды сіз Қазақстаннан немесе СНГ-дан іздеңіз товарын. Өйткені ол жақтан өте тез келеді. СНГ-дан мысалы үшін бір аптада 4-5 күнде келеді. Россиядан. Ал СНГ-ның басқа мемлекеттерінен де тоже 2 күн, 3 күн сондай уақыттарда келеді. Ал Қытайдан өте ұзақ келеді. Өйткені Қытайда біздің шекарамызда тұр ғой деп айтсаңыз, өте қателесіз. Біздің шекарамызда тұр, бірақ олардың өндіріс ошақтары бізден әлде қайда алыста. Ол теңіздің жағасында, Қытайдың арғы басында. Сол үшін ол жақтан бері қарай келу өте ұзақ уақыт алады. Одан кейін границадан өту уақыты бар. Сол үшін егер сіз бір тендерге қатысып жатырсыз, сізде ол тендердің жеткізу уақыты 15 күн, онда сіз ол товарды Қазақстаннан алатын, немесе Россиядан, немесе Өзбекстаннан деген сияқты сол жақтардан алатын товар болуы керек. Сол кезде сіз уақыттан жеңетін боласыз. Енді уақытты 15 күн емес, 20 күн, 25 күнге дейін созуға болады. Ол үшін сіз договорға қол қою уақытын кішкене созасыз, ең соңғы күнге дейін созасыз, одан кейін 15 күн договорға қол қойғаннан кейін ары қарай 15 күн уақыт беріледі. Сол кезде сізде 20-25 күн уақытыңыз болады. Ол уақытта даже Қытайға да заказ беріп үлгеруге болады. Ал екіншісі бұл сроғы ұзақ тендерлер. Мысалы үшін бір айдан жоғары, 45 күн, 60 күн. Бұл ең көбінесе бұл госзакуп порталына ашық конкурс, аукциондар, ал Самұрық-қазынада, ценовой предложениеде, аукционда, открытый конкурсы барлығында ол көбінесе 60 күн ол Самұрық-қазынада болады. Және ресторнадлог, частный компаниялар. Осы кезде сіз басқа мемлекеттерден қарасаңыз болады. Мысалы үшін Европадан қарасаңыз болады, товарды, Қытайдан қарасаңыз болады. 60 күн деген екен ол Қытайдан беймарал келеді. 30 күннен жоғары болса, сіз сол Қытайдан қарайсыз товарды. Сол кезде сізде риск өте төмен болады. Келуі мүмкін ғой, дұрыс па? 2 айдың ішінде келуі мүмкін товар. Өйткені 90% келуі мүмкін. Ал Европадан басқа мемлекеттерден тоже 40 күн, 1 айда келеді товар. Өйткені біз олай да алдыртып көргенбіз. Сол үшін осы екі нәрсені жақсылап ұстансаңыз, сіз минусқа кетпейсіз, жақсы пайда табасыз. Тағы бір қайталап өтейін, сроғы аз тендерлерде, сроғы өте қысқа тендерлерде сіз Қазақстаннан немесе СНГ-ден іздеңіз, жақын мемлекеттерден тез келетін который. Ал егер сроғы ұзақ тендерлер болса, 60 күн, 1 ай, мысалы үшін 1 айдан жоғары, ондайларды сіз Қытайдан немесе басқа мемлекеттерден қарасаңыз болады. Сол кезде сізге ешқандай минусқа да кетпейсіз, ешқандай жаңағыдай бір уақыттан үлгермей қалмайым деп айтпайсыз. Сол кезде барлығы уақытында жабылатын болады. Мінекей достар, сіздерге де егер осы менің айтқан кеңесім бір пайдасын беріп жатқан болса, астына комментарийға жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Егер пайдалы болып жатса жазыңыздар. Бөлісіңіздер осы видеоны. Бір таныстарыңызға, мені білмейтін бір таныстарыңызға пайдасы болып қалуы мүмкін. Соларға бөлісіңіздер солармен. Әрине лайк басыңыздар. Лайк басқан сайын, сіздердің лайктарыңызды көрген сайын мен ары қарай тағы да сіздерге полезно, сіздерге бір жақсы пайда беретін видеолар шығарып отырамын. Сау болыңыздар.